Аманжолов университетінің түлектері әр салада өстік. Бірі медиада, бірі мемлекеттік қызметте, ал енді бірі заң саласында. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Аманжолов университетінің түлегі, Қазақстан Республикасының Конституциялық сотының төраға орынбасары Бақыт Нұрмұханов. Бақыт Маратұлы, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Енді бүгін жаңа подкаст студияда өзіңізбен бір ашық, еркін подкаст түсіреміз деген ойдамын. Енді алғашқы сауалым, кеше ғана біздің университетте ғылыми практикалық конференция өтті. Осы бір ғылыми практикалық конференцияның жалпы ел дамуында жастар үшін қандай маңыздылығы бар? Қазақстан қазір тарихи бетбұрыс кезеңінде тұр. Өздеріңізге мәлім, биылғы жылы 15 наурызда республикалық референдум өтті. Онда тәуелсіз Қазақстанның жаңа конституциясы қабылданды. Оны біз қазір халықтық конституция деп атап жүрміз. Өйткені ол шын мәнінде солай. Өйткені дауыс берушілер, Қазақстан азаматтары басым көпшілігі жүрегінен өткен елдігіміздің ақтаңдақтарын бұрынғы қалпына келтірген, мемлекеттік негіздерін күшейтетін, адам құқықтары кепілдіктерін нығайтатын, алда тұрған жоғары мақсаттарға жету жолдарын қарастырған бірден бір басты заңымыз. Басты заңды жаңа редакцияда қабылдау идеясы бірнеше жыл бойы талқыланып келді. Ол 22 жылғы өткен конституциялық реформа кезінде де ол мәселе көтерілген болатын. Бірақ ол кезде жаңасын емес, қолданыстағы конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жеткілікті деп сол кезде шешілді. Бірақ заман ағымы, қоғамның сұраныстары, мемлекеттің алдында тұрған биік мақсаттар, мына климаттың өзгеруі, информация технологиялардың барлық салаларға енуі, жасанды интеллекттің қанат жаюы, осымен байланысты мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру, заңнаманы жаңарту, құқық қолдану практикасын жаңарту мақсатында Конституцияның жаңа редакциясы қабылданды. Өздеріңіз білесіздер, Конституциялық комиссия оның жобасын жасады. Конституциялық комиссияның алдында былтырғы күзден бастап парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобы үлкен жұмыс атқарды. Осы идеяларды, ұсыныстарды қорытындылай келгенде біздің қолданыстағы Конституцияның 84%-тен астам мазмұны өзгерту керек болды. Жалпы біз заңнамада қалыптасқан ұстанымдар бойынша, егер нормативтік құқықтық актінің 50%-тен астам көлемі өзгеретін болса, онда жаңа нұсқасы қабылданады. Сондықтан Конституциялық комиссия 130 адамнан тұратын, олар әртүрлі саланың мамандары. Мен ол комиссияның Конституциялық соттың қабырғасында, ғимаратында жұмыс істеген ерекше атап өткім келеді. Оның төрағасы қазіргі біздің Конституциялық соттың төрайымы Эльвира Азима болды. Комиссия құрамына сонымен қатар Конституциялық соттың 4 судьясы кірді. Бұның үлкен символдық мәні бар. Өйткені Конституциялық сот әлемде 19 ғасырдан бастап ел конституциясының орындалуын, оның үстемдігін қамтамасыз ету үшін арнайы құрылған мемлекеттік институттар. Енді жаңа конституцияның қабылдауында Аманжолов университетінде жастары өзара белсенділік көрсеткен болатын. Әрине, осы орайда сіздің ойыңызша жастардың азаматтық позициясының қабылдауында осындай әрекеттердің септігі бар ма? Әрине, біз әрқашан айтамыз, қандай басшы болсын, бәрі айтып жүреді, жастар біздің болашағымыз. Қазіргі жаңа конституцияда мына адами капиталды дамытуға, білім, ғылым, инновация, жаңару принциптері
біздің мына конституциялық құрылыс негіздері деген алғашқы бөлімде ата заңның преамбуласында алғаш рет конституцияда зияткерлік ұғымы пайда болды. Зияткерлік меншік ұғымы. Алғаш рет мына сөз бостандығына қоса көркем, өнер, техникалық еркіндік бостандығы қарастырылды. Ол деген не? Біздің жастар инновацияға, білімге, жаңағы цифрлық технологияларға, жасанды интеллекттерге жақын болу керек. Олар оған қабілеті де мол. Мысалы үшін мен өзім орта жасқа келіп қалдым. Мен өзім салыстырмаймын сіздермен. Сіздер технологияларға бәрібір менен жақынырақсыздар. Сондықтан мына конституциямызды қабылдауда жастар бұл ережелердің барлығын өздерінің ой елегінен, жүрегінен өткізді деген мен сенімдемін. Шығыс Қазақстан облысы республикалық референдумда белсенді қатысты. Менің білуімше 86% шамасында. Оның біраз бөлігі жастар деп ойлаймын. Оның ішінде осы Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің де студенттері, түлектері түрлі кездесулерде, сол жоба талқыланып жатқан кезде, жоба референдумға шығарылғаннан кейін оны түсіндіру кезінде де жастар тарапынан үлкен іс-шаралар өткізілді. Жастарға қатысты басқа да ережелер қарастырылды. Мысал үшін волонтерлық қызмет туралы. Білесіз, ол да ата заңнан көрініс тапты. Өйткені қазір осы жыл біздің президенттің ұсынуымен халықаралық волонтерлар жылы өтіп жатыр. Оны Біріккен ұлттар ұйымы жариялады. Отан сүйгіш, өзім елім, жерім деп жүрген жастар қазір түрлі салада тегін, ақысыз қызмет етуде. Ол өздерінің азаматтық ұстанымдарын мына қазір қоғамда жүзеге асырылып жатқан адал азамат тұжырымдамасы. Ол білесіздер, балабақшадан бастап мектеп, студент қабырғасында осындай азаматтар тәрбиелеу міндеті біздің алдымызда тұр. Сондықтан конституцияда оған қажетті негіздер қалады деп ойлаймын. Жастарымыз біздің өте белсенді. Біз осындай өңірлерге шықсақ та өзімізде іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Жасыратыны жоқ, сіз біздің университеттің мақтан тұтар түлектерінің бірісіз. Өткен жыл өзіңізбен сұхбат түсіргенбіз. Сол кезде бір сұрақ қойылмай қалыпты. Жалпы бізде заң саласында да білім беріледі, студенттер бар. Енді заң саласын таңдаған студенттерге өзіңіз қандай кеңес бересіз? Заң саласында ол өте маңызды сала. Мемлекет пен құқық бірге жүретін ұғымдар. Өйткені мемлекет аясында белгілі бір қоғамдық қатынастар туындайды, азаматтар, ұйымдар, мемлекеттік органдар. Сол қоғамдық қатынастарды белгілі бір жүйеге келтіру үшін заңдар шығарылады, басқа да нормативтік актілер шығарылады. Сондықтан қазіргі таңда мен кейде естимін, болашақта заңгер мамандығы болмайды, неге оқисыңдар оны деген сөздер айтылып жатады. Мен ондай ойдан қазір аулақпын. Өйткені, цифрлық технологиялар еніп жатыр, жасанды интеллект еніп жатыр. Ол кейбіреулер айтады қазір, біз қазір чат GPT-ден сұрай саламыз там. Дауды қалай шешу керек. Оған дауды сала саламыз, ол бізге шешім жазып бере салады қазір. Судьяға болсын, прокурорға болсын. Қазір сот жүйесінде болсын, басқа салаларда әрине цифрлық технологиялар, жасанды интеллект кеңінен енгізіліп жатыр. Бірақ біз ол адамға көмекші екенін ұмытпауымыз керек. Олардың енгізілуі біздің заң, құқық саласындағы біліміміздің болуын, өзіміздің соларды талдайтын қабілеттеріміздің болуымыз жоққа шығармайды. Біз әрқашан шешім қабылдайтын, істің мән-жайларына баға беретін, олар заңнаманы талдайтын, дұрыс
оның мазмұнына дұрыс тұжырым жасайтын және ең соңғы қорытындыға нүкте қоятын ол бәрібір адам сызықша заңгер. Енді Бақмұратұлы жалпы осы заң мен тәртіп қағидасы да болсын жаңа конституциядан көрініс тапқан. Бұл да бір өте қатты қуантады. Дегенмен де мына 21-ші ғасырдың мемлекетін құруда жаңа конституцияны қабылдағаннан кейін жалпы жастар өз үлестерін қоғамға қалай қоса алады деп ойлайсыз? Заң мен тәртіп идеясын сіз айтып отырсыз. Ол принципті біздің конституциядан көрініс тапты. Заң болған жерде тәртіп болады. Мен жаңа айтып өттім, заң болу керек, ол әділетті заң болу керек. Ол барлығына тең болса, адамдар оны өздері де сақтайды, сол заңмен өмір сүруге тырысады. Ал заң екі ұшты болса, әділетсіз болса, онда әрине сол заңның адресаттары ол заңды қалай айналып өту, қалай оны орындамау жолдарын іздейді, дау көп болады. Сондықтан қазіргі біз мақсат бүкіл қолданыстағы құқықта құқықтық бірізділікті қамтамасыз ету. Правовая определенность дейді. Заңның анық нақты болуын қамтамасыз етуге бар күш жігерімізді жұмсап жатырмыз. Жоқ, Аманжолов университетінің түлегі деп айтып жатырмыз ғой. Дегенмен де осы бір университет сізге ғылым жолында, заң жолында, жалпы осы қызмет жолында не берді? Мен қазір белгілі бір дәрежеге жетсем, бірінші кезекте ол мен осы оқыған мектебіме, университетіме, онда жұмыс істеген, бізге дәріс оқыған бүкіл ұстаздарыма алғыс айтқым келеді. Өйткені мына құқық саласындағы біліміміз, біздің базалық білімдеріміз осы 5-ші корпус Шығыс Қазақстан университетінің қабырғасында қаланды. Қазір мен бірнеше 20 жылдан астам тәжірибеден өткеннен кейін қазіргі жұмыс деген кезде мына негізгі құқықтық принциптер, қағидаттар, базалық ұстанымдар барлығы сол кездегі оқыған дәрістерден, кітаптардан алатынына көзім жетті. Өйткені адамның базасы сол студенттік кезінде қаланады. Сол кезде қаланды. Ары қарай әрине біз жетілдік, оқыдық, аспирантурада оқыдық осы университетте, кандидаттық қорғадық, қызметте жаңа білім алдық, жаңа тәжірибе алдық. Бірақ базамыз сол кезде қаланды. Сондықтан мен университетке алғысым шексіз. Бұл жерде 90-шы жылдары ғана ашылған болса да, заң факультеті республикалық деңгейде кәсіби сапалы білім беруді қамтамасыз ете алды. Осы факультетте университет басшылығы, факультет басшылығы мен профессорлық, оқытушылық құрамы, олар ешкімнен кем емес, бар күш жігерін салды. Сол 99 жылдары біз осында оқып жүрген кезде біздің заң факультетінің командасы республикалық құқықтық олимпиадаларда 2-ші орын алып жүрді. Қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінен кейін ол 1-ші орын. Олимпиада сол университетте өтті, мысалы үшін 99 жылы. Сонда біздің команда 2-ші орын алды. Ол не деген сөз? Яғни біздің ұстаздар сондай сапалы студенттер тәрбиелей алды. Студенттердің өздері қабілеттері жоғары болды, білім ала алды, соны пайдалана алды, өздерін республикалық деңгейде көрсете білді. Біздің түлектер қазір әртүрлі салада қызмет етіп жатыр. Мемлекеттік қызметте, квази мемлекеттік ұйымдарда, жеке ұйымдарда, халықаралық ұйымдарда. Өткенде мен бір мысал келтіре кетейін. Өзім біраз жылдар көрмегім. Сол кезде 99 жылы мысалы үшін біз
олимпиадаға барған кезде Алматыға біздің команданың капитаны болды. Зайцев Иван деген азамат. Осы университеттің түлегі. Сосын ол оқуын бітірді. Естіп жүрдім, шетелге жұмысқа кетті деп. Өткенде естісем, бір заңгер әріптестерден. Ол Амазонда қызмет етеді екен. Мәссаған. Біздің мына әлемге қазір әйгілі Амазонның құқықтық мәселелері бойынша айналысады екен. Ол осы біздің БКГУ-дан шыққан азамат, Өскеменнің тумасы. Сондықтан бұндай мысалдар бар. Ары қарадай не айтқым келеді? Бұл жерде ұстаздардың есімін айтқым келеді. Сол кездегі біздің мысал үшін декан, профессор, қазір доктор Ермек Баяхметұлы Абдрасулов, Тоқтамыс Кадошұлы Жұмағұлов, қазір енді өмірден озған Михаил Кирсанович Кубушкин, Анатолий Федорович Николенко, Қуат Қажымқанович Рахымбердин, қазірге дейін қызмет етіп жүрген Гүлмира Төлебековна Байыркенова, Мергүл Майдановна Нарбинова, ол кісі қазір Астанада Тұран университетінде, сол заң факультетінде қызмет етеді. Тағы мен. Бұл, біреу ренжіп қалмасын, мен айтпай кетті. Бірақ ол біздің ұстаздарымыз бізге білім беріп, сапалы білім берді деп ойлаймын. Оларға ары қарадай да шығармашылық табыс тілеймін. Осындағы істеп жүрген әріптестеріме, барлығына қайда жүрсе де құқық үстемдігін қамтамасыз етуде барлық жоспарларына сәттілік тілегім келеді. Рахмет. Енді сөз осы бір подкастты қорытындыласақ өзіңізбенен, жалпы қазір сіз біздің университеттің тыныс-тіршілігінен хабардарсыз. Енді оны қалай бағалайсыз? Кеше ғана конференцияға қатыстыңыз. Мен университеттің түлегі ретінде қазір енді әлеуметтік желілер бар, бұқаралық ақпарат құралдары бар. Мен қадағалап отырамын. Қазір мына университеттің ректоры Мұхтар Әділбекұлы Төлегеннің өзі білікті басшы ретінде, заң маманы ретінде, заң ғылымдарының кандидаты ретінде ол университетке де үлкен көңіл бөледі, соның ішінде заң саласына да үлкен көңіл бөледі. Соның арқасында қазір мен байқаймын, студенттер саны өсті, 5-6 қазір 10 мыңнан асып кетті. Ол кісі келгенде мен білетім, 2 мыңнан астам ба студент бар болатын. Ол үлкен көрсеткіш. Халықаралық рейтингтерде, бағалауларда өзінің лайықты орын алып жатыр университет. Ол кісінің командасы, мына университет басшылығы қазіргі түрлі факультеттегі профессорлық оқытушылық құрамының еңбектерін атап өткім келеді. Тарихшылар болсын, биолог болсын, экономистер болсын, химия болсын, барлығы. Өйткені мен қарап отырам, біздің университетте белгілі заң, белгілі докторлар, профессорлар. Кейде көңілім түсіп қалады, өйткені енді ол да өмірдің заңы ғой. Жастары келіп, қартайып, өмірден өтіп жатқандары да бар. Олардың көбін мен студент ретінде де, кейін оқытушы ретінде де көбін танитын едім. Сондықтан осындай білімді, талай адал азамат тәрбиелеген біздің ұстаздардың өмірден өтіп жатқанына жүрегім ауырып та қалады кейде. Бірақ олар өздерінің ар жағында мұрагерлері бар. Бәрін тәрбиелеп кетті. Олар биік ұстаған туды ары қарадай да солай алып жүреді деген мен сенімдемін. Университетіміз ары қарадай қарқындап дами берсін. Өңіріміз өте үлкен. Шығыс Қазақстан облысы бұл өнеркәсіпті өңір. Завод, фабрикалар жұмыс істеп тұр. Қаншама мемлекеттік органдар, құқық қорғау органдары бар. Барлығына кадр керек. Сондықтан ол кадрларға сұраныстарды қамтамасыз етіп отырған біздің Шығыс Қазақстан университеті.
Жақсы, Бақыт Мұратұлы, сізге көп рахмет. Тек қана сіздің студенттік шағыңызбен ғана емес, сонымен қатар өзіңіздің бір кеңестеріңізді тыңдап, ата заң жайлы толығырақ ақпарат алып отырмыз. Көп рахмет. Ісіңізге тек сәттілік тілейміз. Рахмет сіздерге. Келесі кездескенше. Құрметті көрермен, сіздермен бірге болған мен Амина Бақытбекқызы, және бүгін бізде қонақта Аманжолов университетінің түлегі Бақыт Нұрмұханов. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.